Қарақұмық әр үй шаруасындағы әйел адамның таптырмас жармасы. Одан таңғы асқа тәтті ботқа, немесе кешкі асқа ет тағамдармен бірге көптеген басқа да тағамдарды дайындауға болады. Бірақ біршама адамдар оның құрамында ағза үшін қаншалықты маңызды элементтер бар екендігі туралы тіпті ойланбайды. Ал бүгін біз қарақұмықтың біздің ағзамызға қалай әсер ететіні жайлы қарастыратын боламыз. Сонымен қатар біздің диетамыздың ажырамас бөлігіне айналған осы құнды өнімнің барлық артықшылықтары мен кемшіліктерін де талқылай кетеміз. Сондықтан роликті соңына дейін қараңыздар. Ал біздің барлық жаңа роликтерімізді өткізіп алмау үшін арнаға жазылып, қоңырауды түртуді және барлық хабарламаны таңдауды ұмытпаңыздар. Қарақұмық несімен ерекше? Қарақұмық құрамында өсімдік ақуызы мен талшықтың көп мөлшері бар. Мұндай ақуыз тіпті етті де алмастыра алады. Ол сонымен қатар көптеген микроэлементтер мен қоректік заттарға бай. Қарақұмықта көптеген дәрумендер бар. А, Д, С, Е, В1, В2, В3, В5 және В6, фолий және никотин қышқылы. Сондай құрамында марганец, молибден, кобальт, никель және титан, селен және йод, кремний және күкірт сияқты микроэлементтер де бар. Сондай-ақ ол бірден маңызды амин қышқылдардың бүкіл тізімін қамтиды. Әсіресе адам ағзасында синтезделмеген, тек тамақпен бірге енетіндерді. Бұл триптофан, трианин, изолейцин, лейцин және лизин, метионин және фенилаланин, сонымен қатар валин және гистидин. Қарақұмықты кез келген түрде және кез келген уақытта тұтынуға болады. Жарманың құрамында глютен жоқ. Бұл глютенге сезімталдығы бар адамдар үшін өте қажет. Бүгінгі таңда қарақұмық ең экологиялық таза өнім болып саналады. Өйткені ол ерекше күтімді қажет етпейді. Кез келген топырақта өседі. Арамшөптерге төзімді және ең бастысы жарма пестицидтердің тыңайтқыштарына немесе генетикалық модификацияларға тәуелді емес. Сондықтан ол бүгінгі күнге дейін ең таза өнім болып табылады. Қарақұмықтағы барлық пайдалы заттардың ішінде лизин мен триптофан амин қышқылдары ең құнды болып саналады. Мамандардың айтуынша лизин иммундық жүйені қалыпты ұстаудың маңызды құрамдас бөлігі болып табылады және олардың жетіспеушілігі иммунитеттің бұзылуына келуі мүмкін. Бұл үнемі шаршаумен, шаштың сынғыштығымен және түсуімен, терінің, тырнақтың нашарлауымен және басқа да күрделі мәселелермен бірге жүреді. Триптофан амин қышқылы біздің көңіл күйіміздің негізгі реттеушісі, серотонин өндірісіне қатысады. Сондықтан қарақұмықты үнемі тұтыну адамның психоэмоционалды жағдайына пайдалы әсер етеді. Мидың жұмысын жақсартады және көңіл күйімізді реттейді. Қарақұмық қандай ауруларға пайдалы? Бірінші, қарақұмық жүрек қан тамырлары денсаулығын жақсартуға көмектеседі. Су мен тұз балансына оң әсер етеді. Салмақ жоғалту үшін де өте тамаша. Өнімде қандағы жаман холестерин деңгейін төмендететін, қан қысымының көрсеткіштерін реттейтін, тамырлар мен артериялардың қабырғаларының серпімділігін күшейтетін және арттыратын, қан ұйғыштар мен атеросклеротикалық бляшкалардың пайда болуына жол бермейтін, инфаркт немесе инсульт қаупін төмендететін көптеген пайдалы заттар мен антиоксидантты рутин бар. Ал құрамындағы талшық оны толықтырады. Жүрек қан тамырлары ауруларының қаупін және семіздік пен қант диабетінің дамуын азайтады. Екінші, анемияға көмектеседі. Оның құрамында темір өте көп. Ол темір құрамы бойынша барлық басқа танымал дәнді дақылдардан асып түседі. Осылайша біздің қан айналым жүйесіне керемет әсер етеді. Анемиядан сақтайды және гемоглобинді қалыпқа келтіреді. Үшінші, асқазан ішек жолдарының бұзылуы кезінде. Қарақұмық асқазанның қалыпты жұмыс істеуі үшін өте пайдалы. Қарақұмық құрамындағы ерімейтін диеталық талшық ішектің қозғалтқыштығын ынталандырады және пайдалы бактериялардың өсуіне және көбеюіне ықпал етеді. Флавоноидтардың, органикалық қышқылдардың және магнийдің комбинациясы өт ағыны мен өт түзілуін жақсартуға көмектеседі. Ал диеталық талшықтар өт қышқылдарын бейтараптандырып, оларды ағзадан табиғи жолмен алып тастай алады. Осылайша өт пен өт тас ауруының алдын алады. Төртінші, қант диабетіне көмектеседі. Біз білетіндей қарақұмық гликемиялық индексі төмен талшыққа бай және қандағы қант деңгейін төмендетуге қабілетті. Қарақұмық толығымен қауіпсіз болып табылады. Сонымен қатар жарма ұйқы безіне де ауыртпалық түсірмейді. Бесінші, қарақұмық ұйқының сапасын жақсартады. Бұл әсерлерге оның құрамындағы барлық Б дәрумендерінің кешені, магнийдің, марганецтің және амин қышқылының құрамы арқылы қол жеткізіледі. Құрамындағы триптофан, серотонин мен допамин заттары жалпы жүйке жүйесінің күйін барынша реттейді.
Алтыншы, тірек қимыл аппаратының ауруларына көмектеседі. Қарақұмық дәнінде тірек қимыл аппаратын нығайтуға көмектесетін көптеген минералдар бар. Бұл кальций, фосфор, кремний, мыс, күкірт және мырыш. Сонымен қатар кейбір заттар қалпына келтіретін әсерге ие. Бұл каротиноидтар, флавоноидтар және Е дәрумені. Жетінші, терінің, шаштың және тырнақтың жағдайын жақсарту үшін. Қарақұмық құрамындағы рутин коллагеннің табиғи синтезін тездетеді және терінің, шаштың және тырнақтың жалпы жағдайын жақсартады. Сегізінші, иммунитетті арттырады және бүкіл денені тазартады. Ауа райы суытқан кезде суық тиіп ауырғаннан кейін диетаны қарақұмықпен толықтыру пайдалы. Ол әртүрлі емдік диеталарға кіреді. Қарақұмық денені зиянды заттардан тазартуға көмектеседі. Антиоксиданттық әсерге ие, дененің зиянды заттарға қарсылығын арттырады. Қарақұмықтың әйелдерге пайдасы. Бұрын айтылғандай антиоксиданттар мен микроэлементтердің арқасында тері мен шаштың жағдайы жақсарады. Сонымен қатар қарақұмық варикозды тамырлардың дамуына жол бермейді және сүйек тінін нығайтады. Жарма әйелдердің ұрпақты болу жүйесіне оң әсер етеді. Жасы ұлғайған сайын әйелдердің денесінде көптеген гормоналды бұзылулар пайда болады. Ал қарақұмық фитоэстрогендердің жақсы көзі болғандықтан, олар гормоналды бұзылулар кезінде пайдалы. Өйткені ол әйелдердің жыныстық гормондарының жетіспеушілігін өтей алады. Осылайша жалпы жағдайды жақсартады. Қарақұмықтың ерлерге пайдасы. Қарақұмық энергиямен толтырады, физикалық белсенділікті сақтауға көмектеседі, төзімділікті арттырады, бұлшықет массасының өсуіне ықпал етеді. Бай витаминді минералдық кешен және аргинин атты амин қышқылдардың өндірісін ынталандырады. Бұлшықет ақуызының синтезі, сонымен қатар майдың азаюына ықпал етеді. Ал антиоксиданттық қасиеттері ерлерді бедеулік ауруларынан қорғайды. Жүкті әйелдер үшін және операциядан кейін. Қарақұмық құрамында бірегей флавоноидтар бар және олар біздің тамырларымыздың өткізгіштігін төмендетеді және олардың нығаюына ықпал етеді. Оларда кверцетин мен күнделікті рутин көп. Соның арқасында қарақұмық жүктілік кезінде тұтынуға ұсынылады. Сондай-ақ қарақұмық ағзаны тез қалпына келтіру үшін операциядан кейін де пайдалы болып келеді. Қарақұмық қарт адамдар үшін не үшін пайдалы? Егде жаста жүрек тамыр жүйесінің жағдайына ерекше назар аудару керек. Қысқаша айтқанда рутин тамыр қабырғасын нығайтады, темір гемоглобин деңгейін қалыпқа келтіреді, калий жүректің жұмысын қолдайды, құрамындағы мырыш пен селен сүйек буын жүйесіне оң әсер етеді. Осылайша қарт адамдарда қарақұмықты үнемі қолданған кезде қандағы қант пен холестерин деңгейі қалыпқа келеді, өйткені рутин коллаген түзілуіне көмектеседі. Осылайша зақымдалған буындарды қалпына келтіру басталады. Сонымен қатар жалпы әл ауқат та жақсарады. Алайда қарақұмық ботқасын майсыз және қансыз жеу керек екендігін ұмытпаңыз. Содан кейін ғана қайнатылған қарақұмықтың пайдасы максималды болады. Қарақұмықтың қарсы көрсетілімдері. Созылмалы бүйрек аурулары бар адамдар қарақұмықты сақтықпен қолдану керек. Жеке төзімсіздік кезінде және аллергия кезінде де тыйым салынады. Басқа жағдайда қарақұмық өте пайдалы, дәмді және қоректі өнім. Біздің диетамыздағы ең жақсы тағамдардың бірі болып табылады. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Роликті соңына дейін көргендерге, сондай-ақ арнаға тіркелгендерге ерекше алғыс білдіреміз. Бұл бейнені достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Әрқашан ең пайдалы нәрселерден хабардар болу үшін арнамыздан алыстамаңыздар. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.